Мирас Жүгінісов сен туралы. Аккордтары DM, одан кейін А диез, үш саусақты, бірінші саусақ тұрады орнында, бірінші струнада, үш саусақты, екінші, үшінші, төртінші струналарға қоямыз. Үшінші лапта. Одан кейін GM аккорды, жаңағы үш саусақты аламыз да, бір струнаға түсіреміз каждый саусақты. GM аккорды, одан кейін А аккорды. Бұл жерде біз үш саусақты аламыз да, екінші латтағы екінші, үшінші, төртінші струналарды бірге басамыз. Куплет ойнаған кезде біздер мынандай перебор ойнаймыз. 4, 3, 2, 1, сосын клушка. Әрбір аккордқа бір-бірден ойнаймыз. А диез, одан кейін GM, сосын А аккорды. Ең алдымен сендерге куплет ойнап берем. Қосылып отыруға тырысыңдар, үлгеріп отыруға. Одан кейін қайырмасын үйренеміз. Бастаймыз. Ең алдымен осылай ойнап аламыз. 4 аккордқа. Сосын бастаймыз. Сен туралы мәңгілік қалар әнді жазғым келеді. Әдемі Мона Лиза деңгейде суретіңді салғым келеді. Себебі тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау, өмірдегі базалықты сен сыйлайсың ау. Сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді. Шедевр көңілі былғанбаған, қиялы ұрланбаған, бұлыңғыр бұл әлемде кездеспейтін таза жан. Санасы уланбаған, қанаты қиылмаған, дөңгелек дүниеден іздегенім сендей жан. Деймізде қайырмасына келген кезде біздер GM аккорды, сосын А аккорды, потом DM аккордын қолданамыз. Мына қолмен біздер 8-ді қағысты ойнаймыз. Білмейтін адамдарға көрсетіп жіберейін. Бұл дегеніміз 2 төмен, сосын 3 жоғары, потом төмен, жоғары, төмен, 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 3 жоғары, төмен, жоғары, төмен. Бұл мен өзімнен шығарғаным, негізгі түрі басқаша бұның. Жаңағы айтылған аккордтарда ойнаймыз оны. GM, А, потом DM. Әрбір аккордқа бөліп ойнаймыз. Мына именно GM, А аккордтарына бөліп ойнаймыз. Бірінші G-ға 2 төмен жібереміз. Сосын А аккордына 3 жоғары, сосын төмен, жоғары, төмен ойнаймыз. Потом DM-ға толық ойнаймыз. Потом қайтадан GM, А, потом DM. Айтылған кезде бұлай болады. Идеясы миды қозғаған, жанна әнсін ешкім жазбаған, жаралмасын егер қыз болып, қайтадан әнін тыңдаған. Идеясы миды қозғаған, жанна әнсін ешкім жазбаған, жаралмасын егер қыз болып, тыңдасам да аз маған. Я білем, текстары қате, но әндетіп бердім главный. Оригинал аккордтарды ойнау үшін біздер каподастарды 3-ші латқа қоямыз, және жаңағы аккордтарды қолданып ойнаймыз. Дәл солай.